Сәлем достар, сізбен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте қызықты видео түсіретін боламын, және де бұл видеомның аты жетім қыздар дегеннің екінші бөлімі болатын болады. Ал ендеше видео өте қызықты болады деген ойдамыз. Сондықтан тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Біздің бүгін баратын күніміз болып қалыпты, я? Бүгін біз тоқыма істеуге, түрлі киімдер істеуге барамыз емес пе, я? Сол бүгін күні болып қалыпты ғой. Ол қашан болады екен? Сағат 8. Ерте тұрып алыппыз, я? Сонша ерте тұрып, хотя бы бір 9-ға дейін ұйықтасақ жететін еді, Бірақ бір күшті күн болайын деп тұр бізге бүгін, өйткені біз бүгін өзіміздің өнерімізді көрсететін өте керемет күн туып тұр, Әрине. Ал ендеше ол апай бізді шақыратын шығар, біз өйткені қай жақта болатынын білмейміз, қанша дегенмен. Шақыратын шығар, шақырмаса, мына жақта адамдар барады ғой, солармен бірге бара саламыз. Оны сөйте салайық. Сағат 8 болып қалыпты, ұйқым келатыр. Бірақ анашым, бүгін біз тоқыма істеп жарысатын күн емес пе? Кіммен жарысады екенбіз, бір түрлі адамдармен жарыспасақ болған еді, бірақ өзіміз ұтып кетсек күшті болатын еді, Әрине, бірақ ұтамыз деген ойдамын, қанша дегенмен. Енді біз күшті тоқыма тоқиды емеспіз бе? Яғни киім деген сияқты. Күшті тоқимыз ғой. Бүгін жеңіс біздікі. Ал ендеше не істейміз? Хотя бы бір 8:30-дарда, ең болмаса 8:30-да тұру керек еді. Неге? Өйткені қазір сонша сағат не істейміз? Бірақ оның да жөнісі бар. Не болып жатыр екен? Мынаның үстінде күшті, очень негізі ішем, мына светі күшті жанады. Бізді бірақ анажым кім алып кетеді? Бізді шақыратын шығар. Бізді алдында шақырған апай бізді бүгін алып кетеді деген ойдамын, әрине. Сөйтпесе білмеймін енді. Бірақ сөйтетін шығар, Міне мен келдім. Енді қазір сағат 11-де қатысушыларды шақырып келетін боламын ғой. Әрине, бәрін шақырасын деген ойдамын. Бірақ 2-ақ қана адам шақырады емес пе? Әрине, 2 адам келеді, бірақ ол 2 адам 2 команда болып келетін болады. Ал 2 адам, бір командада 2 адам болады ғой. Түсінікті. Мына қаржы өте көп деп ойлаймын, оларға. Әрине, сондай қолжетімді өте көп баға деп ойлаймын, менің де ойымша. Көрейік енді кімнің қазіргі таңда қандай киіммен тағы кім айналысатынын, Онда көрсек көрейік. Уақыт өтпей кетеді ғой, осындай бір нәрсе болса. Айтпа. Онда мен оларды жайғастырып сөйте берейін. Сағат енді 9 болып жатыр екен ғой, Әлі 11-ге дейін қаншама уақыт бар ғой. 10:30-да сен шақыра бер, 11-де осы жақта болу керек қой. Шақырам ғой. Ақша санағансыздар ма ақшаны? Әрине санадық қой. Бірақ есімде қалмапты неше ақша екен, бірақ көрініп тұр емес пе? Алтындар бар. Алтынды енді санай алмадым ғой. Өте көп ақшалар бар ғой. Менде өте көп ақша бар екен, Алған адам бақытты болып кететін шығар. Әрине. Сен өзің білесің бе кімді шақыратынды?
Әрине біздің дәл жанымызда 2 кісі бар ғой. Соларды шақырамыз. Кім? Жанымызда тұрған 2 адамды. Өзің қалай шақырмақшысың? Біреуі кедейлер, ал біреуі өзінше адамдар. Бай мен кедейді шақырғым келіп отыр ма? Әрине. Енді бұда көрейік. Кімнің бай, кімнің кедей екенін көрейін деген ғой. Мүмкін кедейлер өтетін болса, оларға өте көп ақша беріледі ғой. Бірақ ол да біздің бір жақсылығымыз болады емес пе? Мен байларға бере салмаймыз ба? Байлар ұтады ғой бәрібір. Байлар ұтатын шығар. Неге сіз олай ойлап отырсыз? Өйткені байларда көптеген зат бар. Керек дейтіндей құрылғылардың барлығы бар. Олмен ақ жұмыс істей береді емес пе? Әрине жұмыс істейді ғой, бірақ оларда да құрылғы болса жұмыс істейді. Ал оларда уже құрылғы бар. Мақұл, онда сізбен салғыласпай-ақ қояйық. Одан да кімнің қандай болатынын көрейік. Ашкелеріңізді шешпейсіздер ме? Жоқ, ашкеді шешпей-ақ қояйық, өзіне жарасып отыр. Маған да. Біз естіп сөйлесіп отырамыз дегенше 9:30 болып жатыр ғой. Мына жерде ешқандай зат жоқ екен, Онда әңгімелесіп отыра тұрайық, ең дұрысы осы секілді ғой. Басқа не істейміз? Азанғы таңғы асымызды ішейік, одан да, Мыналардың өзімізге керекті тоқымаларды біз наған салған емеспіз бе, Осыда тұра берсін. Мынаны да осыған салып қояйық. Бірақ қазір осы бізге керекті болады емес пе, кіруге. Әрине мынаның артына тыға салайық. Мына жерде бізде мынандай тағы да су бар екен. Мына жерде сосын тағы да печенье бар екен. Қазір печеньемен осы суды ішетін шығарымыз, қателеспесем. Әрине. Онда нәрсетер жиғастыра берейік. Мен мыналарды мына жерге қоя салайын. Ақшалар жоқ па екен басқа? Мынаны да мынаның қасына қоя салайық. Келесі мына жерде бізде тамақтарымыз, Печеньені жеп көрейінші. Ана күш екен ғой. Дәмсін-ай. Сен де жейсің ба? Маған да ұнап жатыр, түрі әдемі екен. Түрі әдемі болса, дәмі де әдемі емес пе? Сондай шығар, маған өте қатты ұнады, дәмі күш екен. Заттарды жайғастыра берейін. Мына киімді алдында біз тоқып етіп қоя, онша емес шығыпты. Онша емес шыққан екен, айтпа. Бізде тек қана бірақ печенье қапты ғой, Бірақ печенье қалып біз не істейміз енді? Одан да моти жасап жей салайықшы, Одан басқа амал жоқ секілді ғой. Міне, ал енді. Міне, мен осындай 2 моти жасадым. Біреуін мен жеп алдым, енді сен де біреуін жеп ала ғой. Рахмет, дәмдісін суымды ішіп алайын. Суда дәмді екен, Мына судың көбі соншалық тасамай кеттік қой. Айтпа. Дәмдісін, мынаның ішінің тағы да бір тоқып жаяқшы кеш. Сумкамызға ойыншығым. Ойыншығыңды ойнай ғой. Енді парақты алайын да, мынаған қолыма ұстап жүре берейін. Ойыншыққа. Басы сыйлыққа не беріледі екен? Ақша берілсе күшті болатын еді, Әрине. Бірақ ақша беріледі деген ойдамын енді. Еңбегімізді қанша дегенмен бағалау керек емес пе? Сағат 10:30 болып қапты ғой. Бізді кім шақырады? Ана апай шақыратын шығар, күте тұрайық. Ойыншығымды наған сала салайын онда.
Уақыт болып қапты. Қой құрсын, мен шақырып келейін. 10:30 болыпты ғой. Қыздар, қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Бүгін өздерің білетіндей киім тоқитын, яғни киім тоқитын жарыс болады. Я, соны күтіп отырған едік өзімізде. Онда суларыңды өздеріңнің орнына қойып кетіңдер. Ендеше кеттік, мен сендерді алып жүрейін. Мына сендердің алдыңғы бізге кіруге билеттерің, иә? Иә, солар ғой, дәл өзі. Міне мен осы қыздарды алып келдім. Мынау негізі кішкентай емес пе? Жоқ, сіз бұлардың қандай киім тоқитынын білмейсіз ғой. Мақұл, ендеше көрейік. Сендер осы жерге жайғаса беріңдер, иә? Болды ма? Тек қана осылар ғана келе ме не? Мына жерде тұратын адамдар қайда? Асықпасаңызшы, кез шақырамын ғой. Мақұл, онда тез шақырып кел. Уақыт болып қалды. Дер кезінде, уақытында бастау керек емес пе айтқан нәрсемізді? Иә, тезірек бар. Жарайды, онда тез барайын. Кіруге бола ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жақсы, өзіңіздің қалыңыз қалай? Бүгін киім тоқитын күннің, яғни киім тоқитын жарыс болады, иә? Я, бүгін киімнен жарыс болады, сондықтан да өзіңіздің билетіңізді алыңыз да бізбен бірге ана жерге жүріңіз. Сіз негізі қызыңыз киім тоқи ала ма? Я, ол маған көмектесіп бере алды ғой. Онда көмектесіп берсем, тіпті жақсы. Міне сіздер осы жаққа жайғасасыздар, осы жерде тұра беріңіздер. Бізді мынандай қызбен теңеп тұрсыз ба сіз? Жоқ, ол күшті киім тоқиды ғой. Шынымен күшті киім тоқиды ма? Әрине, тоқи алмайтын сияқты. Сіз де біреуді өйтіп кемсізбесеңізші. Көреміз қазір кімнің ұтылып, кімнің ұтатынын. Ал ендеше бастаңдар. Билеттерді мен алайын, әкеңдер. Саламатсыз ба, мәңіз, саламатсың ба? Әкеле қойыңдар. Саламатсыз ба? Сәлем. Ал ендеше хаттарды, мына жерге хаттарды апарып таста бар. Бұл хаттарды мына жерге қоя салайыншы, кім алады бәрі? Ал ендеше бастаңдар, сәттілік тілеймін. Сәттілік. Істеп отырық болып қалдыңыздар ма? Көп уақыт берсеңіз, иә. Әдемі шығып жатқан секілді, иә? Біздікі одан да әдемі. Не сырласып жатсыңдар? Еш нәрсе? Қандай болып шығады екен? Негізі уақыт берілген беді? Я, берілген еді. Қазір 3 секундтан кейін уақыт бітеді. 1, 3, 2, 1. Ал ендеше бітті. Мынаны өшіріңіздер. Ал енді көрейік кім қандай киім тоқығанын. Тоққан киімдеріңді алып, ана жерге іліңдер. Көрейік. Тез болыңдар. Бізде осындай киімдер шығыпты ғой, иә? Я, мен бұндай киім шығады деп ойламадым. Сіздер неге 2 ғана киім тоқыдыңыздар? Біз үлгермей қалдық. Мақұл, кейбір әшекей тастарды қосыпсыздар, ал ендеше сіздерге рұқсат бердім. Міне осындай киім тоқыдық біз. Аналардікі бір түрлі ғой, қалай ол ұтады екен? Біздікі әдемі. Ең әдемісі біздікі ғой. Неге олар бізді айта береді? Мынау неткен әдемі киімдер. Мына киімдер маған ұнады. Маған да жаман деп айтамайым, бірақ
жақсы екен. Маған да онша қатты ұнамады деп айта алмаймын енді, бірақ жақсы екен. Я, тіпті көзілдірігімді шешіп көрдім ғой. Біз ғой енді. Мен. Ал ендеше келесі көрейік, келесі кімнің екенін. Мыналар неткен әдемі. Очкиді шешіп қарау керек секілді ғой. Я, неткен әдемі. Мына өте күшті ғой. Мәссаған, бұндай киімдерді өмірімде көрмеген ғой. Жарайсыңдар қыздар, сендердің еңбектерің өте күшті екен. Сонда аналар біздің тіккен киімімізді жаман деп санап тұр ма? Біздің киіміміз әдемі, неге оларға қарап жатсыңдар? Мына кіп-кішкентай қыздардың киімдерін сендер әдемі деп отырсыңдар ма? Біздік әдемі, киімдер біздікін көріңдер. Мынандай кіп-кішкентай қыздар, кетіңдерші бар. Біздің киім-кешектерімізге болып бізге өсіп тұрма? Сіз неге өйтіп кішкентай қыздарға дөрекі сөйлеп жатырсыз? Сіздің өзіңіз бұндай әдемі киімді тіге алмадыңыз. Ал енді осылай тіге алмағаныңызға өзіңіздің жүрмеңіз келіп отыр ма? Үйтіп жынданып бізге мінезіңізді көрсетпей-ақ қойыңыз. Жынданып бізге ұрысқаныңызбен бәрібір біз сіздерге бас жүлдені беріп қоя салмаймыз. Я, не болды сонша, бұл жер мәдениетті жер. Сондықтан да өйтіп дөрекі нәрсені істі жасамаңыз. Ондай бет-әлпетті де көрсетпеңіз. Я, әрине мен де келісемін. Неге олай істі жасап жатырсыз? Мен сізді онда деп ойламаппын. Өздеріңіз қырып кеттіңіздер, барыңыздар. Қазір сіздерге бір күшті парақ береміз, соны қолдарыңызға ұстаңыздар да, или тіпті бермейміз да, кете беріңізші бар. Я, қайтып келмеңіз. Істеді ғой енді. Біз ғой әдеміз істеген оны. Шын айтам ғой, неге өйтіп істеді екен? Мына осылай біздің басымызға үлкен бір болды ғой. Бәле сияқты бір. Я, сондай болды ғой. Именно бізді қасымызда орналасқан ба, үйлері даже. Үйде жоқ, күйде жоқ. Бүйтіп соларға ақша бермекші ғой. Мен ондайға мүлдем келіспеймін. Мен де. Ал енді қыздар, жеңістерің құтты болсын, ары қарай өстіп дамып кете беріңдер. Одан да әдемі киімдерді тігіңдер, бірақ киімдеріңнің әдемі екен. Дамып, елдің мақтанышы болыңдар. Өте әдемі қыздар болып жүре беріңдер. Я? Рахмет. Ал ендеше мына ақша сендерге. Көп рахмет. Yes. Кеттік, ақша алдық. Сау болыңдар, үлкен қыз болып өсе беріңдер. Дамы, бай болыңдар, я? Мұңаймаңдар, көңілдеріңнен күлкі кетпесін, әрдайым күліп ойнап жүре беріңдер. Ешкіммен ұрыспаңдар, бағанағыдай адамдарға мүлдем жолықпаңдар. Болашақтарың жарқын болсын. Жүрей ма? Мағыл, сау болыңыздар, рахмет. Сау болыңдар, өнерлерің өрге жүзе берсін. Мен бұлай мүлдем ойламаппын. Үш ұйықтасам да бірде бір рет түсіме кірмепті, мен бұндай нәрсені аламын ба деп ойламап. Мен де қатты қуанып отырып, байып бітетін болдық. Біз бұндай жерде мүлдем тұрмайтын болдық қой. Я, өте тәрбиелі, ата-аналар жоқ болса да тәрбиелі қыз екен. Ата-аналар жоқ па не? Я, әрине олар ата-анасы бар болса болсындай жерде тұрам екен.
киімі өте қатты ұнады. Бір өзіме наған киімді киіп алмасам, маған осы қатты ұнады. Мына киімді де мен солардан алғам ғой, білесіз ба? Өзінің үстіндегі киімге мен сразу көзім түсіп еді. Бәсе, солардан апсың ғой, ә? Маған осы киім ұнап тұр. Мама, или мынаны кисем бе екен? Маған осы жарасады екен, осыны ала берейін. Мен енді баламын ғой, ондайды алмай-ақ қойын, мынаны киіп көрейін енді не де болса. Ой, бұл қойшы біртүрлі екен. Өзімнің стилім одан да демі. Я, оны біртүрлі ғой, мұсыр лақтырып жіберсең де керек те емес. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Айтпақшы, достар, бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні және ұлдардың да мерекелері. Ұлдардың мерекелері құтты болсын. Бірақ 7 мамырда бұл видео шықпайды, басқа күндері шығуы мүмкін. Ал ендеше сау болыңыздар, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бұл жетім қыздар дегеннің ең соңғы сериясы болады. Өйткені мен алдыңғы серияны түсірген болатынмын, бірақ ол серия өзімен өзі өшіп кетіп, одан кейін оны мен түсіре алмай қалып, ең соңғы серияны түсіре салдым. Одан кейін басында күндерді өткізіп, әйтеуір сондай класс алдым. Сау болыңыздар.